сәлем, Жақсыгүлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз тез әрі оңай дайындалатын сосиски в тесте дайындайтын боламыз. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ең алдымен столдың үстіне ұн сеуіп, біздің жібіп тұрған қамырымызды жайып аламыз. Менде бүгін дайын қамыр. Слоем на дрожжевое. Оны жайып алып, ең алдымен одан кейін сосискаларымызды орайтын боламыз. Қамырды жайып алдым. Мен сосискам арасына сыр қосамын. Жұқалап турайтын боламын. Кез келген сырды алсаңыздар болады. Қамырымызды турап аламыз. Және де ең алдымен сырды салып, одан кейін сосискамызды салып, орайтын боламыз. Оның арасына шамалы жұмыртқаны жағып, біріктіріп алатын боламыз. Неге дәл осылай видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай ораймыз барлығын. Мен алдын ала тапама майымды құйып, қыздырып қойдым. Біздің майымыз қызыды. Енді әр сосискамызды ең алдымен жұмыртқаға, одан кейін сухариға ұнатып, қуырып алатын боламыз. Қызартып пісіріп аламыз жан-жағын. Сосын майлықтардың үстіне қоямыз, артық майды сіңіріп алу үшін. Біздің сосискаларымыз дайын. Неге сырты қыдырлап болды. Ішіндегі сыры созылып тұр. Сыры қандай созылмалы. Тез әрі оңай дайындалады. Егер де бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.